Қызылша денсаулыққа пайдалы әрі қоректік заттарға бай көкөніс. Оның құрамында дәрумендер, минералдар және ағзаға қажетті басқа да пайдалы элементтер бар. Қызылшаның басты пайдасы: 1. Иммунитетті күшейту. Қызылшада С дәрумені мен антиоксиданттар бар. Олар ағзаны зиянды еркін радикалдардан қорғап, иммундық жүйені нығайтады. 2. Қан айналымын жақсарту. Қызылшада көп мөлшерде темір мен фолий қышқылы бар. Бұл элементтер қанның түзілуіне, гемоглобин деңгейін арттыруға және анемияның алдын алуға көмектеседі. 3. Жүрек саулығын сақтау. Құрамындағы нитраттар қан тамырларын кеңейтіп, қан қысымын төмендетеді. Бұл жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алуға көмектеседі. 4. Ас қорытуды жақсарту. Қызылша құрамындағы талшықтар асқазан ішек жолдарының жұмысын реттейді, іш қатудың алдын алып, ішек микрофлорасын жақсартады. 5. Энергияны арттыру. Қызылшаның табиғи қанттар мен калийі ағзаға энергия беріп, бұлшықет жұмысын қолдайды. Сондықтан қызылша спортпен шұғылданатын адамдар үшін пайдалы. 6. Детоксикация. Қызылша бауырды тазалап, ағзадан токсиндерді шығаруға көмектесетін бетайын затына бай. 7. Көру қабілетін жақсарту. Қызылшада А дәрумені мен бета-каротин бар, олар көз саулығын сақтауға ықпал етеді. 8. Ми жұмысын жақсарту. Қан айналымын жақсартатын қасиеттері арқылы қызылша мидың жұмысын жақсартады, когнитивті функцияларды қолдайды және есте сақтау қабілетін арттыруға көмектеседі. Қызылшаны шикі күйінде салаттарда, пісірілген немесе бұқтырылған түрде қолдануға болады. Сонымен қатар қызылша шырыны да өте пайдалы. Бірақ шамадан тыс қолдану кейбір адамдарда асқазанның қышқылдығын арттыруы мүмкін, сондықтан мөлшерді бақылаған дұрыс.